Үміт балалар үйінің тәрбиеленушілері уақыттарын бос өткізбес үшін өнердің түрлі салаларымен айналысады. Соның бірі ретінде міне мүмкіндігі шектеулі жандардың көңілдерін көтеріп, шаттық сезімін ұялату мақсатында және 1 маусым күнгі балалар мерекесіне орай осы кешті ұйымдастырып отыр. Ал мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасайтын Бибігүл Мейрам қызы болса, осындай қызықты көріністермен көңілді бағдарламалар жасап, мүгедек жандарды өздеріне қонақ еткен үшін алғысын білдірді. Бүгінгі мынау біздің мереке, енді балалар күніне арналған мереке дейміз. Бұл бізге детский дом үміт дейміз ғой, балалар үйі. Біз 2 жылдан бері осылай бізді шақырып деген сияқты әрқашан. Біз келгенде есіктер айқара ашық. Әрине мына басшысына, Нағима Атайқызына көптен көп рахмет айтамыз. Әрқашанда бізді ашық қарсы алады, есіктер әрқашан ашық бізге. Енді бізде мүгедек балалар, ол әрине, ол әр адам, әр бала, әр ата-анаға бірдей дейді. Енді барлығымызға бірдей ғой, ол бөліп нетіп жатуға болмайды. Және де бізде мынау демеушілік, саламат дүкен демеушілік, және де мынау лето дүкені бізге кішкентай болсын бір сыйлық. Балалар үйінде ұйымдастырылған шағын мерекелік кешке әлеуметтік қамту бөлімінен 20-дан астам бала қатысты. Ал олармен бірге балалар өнерін тамашалай келген ата-аналар да өздерінің ыстық ықыластарын білдіріп, алғыстарын айтып жатты. Ал мына балалар үйіне көп рахметімді айтамын. Осы мүгедек балаларды ұмытпай, мәңгі қызық нелерге шақырып, балаларды қызықтырып тұрады өздерінің. Балалары өте үміт үйінің балалары өте өнерлі балалар. Өздерінің ана жолда біз келіп қызықтарын көрдік. Көп рахметімді айтамын осы директорына, осы үміт үйінің балалар үйінің бәріне денсаулық балаларға, мына келе жатқан балалар күніне арнап жасап жатыр ғой. Көп рахметімді айтамын. Денсаулық тілеймін балаларға, ашық аспан болсын, әрқашан балалардың бетінен күлкі кетпесін деп айтамын. Төл мерекесі қарсаңында балаларымызда үлкендерден тамаша сыйлықтар күтетіні анық. Бүгінгі мерекеге қаламыздағы саламат және лето дүкендерінің басшылары демеушілік жасап, ойыншықтар және тәтті тағамдарымен үміт үйінің балалары мен олардың қонақтарына арнап сыйлықтар жасады.